Бұл енді біздің қазіргі уақыттағы 12 мүшеміздің біреуі сияқты деп айтуға болатын шығар. Себебі үлкен елдерде осы смартфонға, интернетке еркін жету үшін адамдар бүйрегін сатып жатыр. Бүйрегін сатып, өзі жаңа iPhone алып жатқан жағдайлар бар. Немесе әке шешесі баласының қолынан алып қояйын десе, әке шешесіне айтпаған сөз жоқ болып, кішкентай осы әлеуметтік желідегі байланыстан үзілмей отыр. Бәріміздің уайымымыз балашаға, себебі біз өзіміз естиярымыз үлкенбіз деген бір әйтеуір бір ішкі ұстаным бар енді. Мен кете қоймаспын енді, мен қатты кете қалмаймын дегендей. Осы балаларымыз. Өйткені бұрын балаларымыздан тікелей тартып алатын, немесе тікелей тиятын жағдай бар еді. Мына онлайн сабақтың режимі пайда болды. Тіптен мүмкін емес жағдайға келді. Енді осыны игеру. Мәселен, бұл жейтін тамағымызбенен бірдей дәрежеде. Енді сен баланы тамақтан тия алмайсың ғой. Бірақ балаға мынаны жеме, немесе мынаны аз же, мынаны көп же деп айта аласың. Мысалға, Жапонияда мынандай дүние бар екен. Жапондар дастархан басында бас қосқан кезде балаларына смартфонға кір, әлеуметтік желіні пайдалан дейді екен. Неге? Себебі әке шешесінің көзінше ол ерсіз жерге, зиян жерге, жаман жерге кірмейді. Оны бақылауға жеңіл және хабардар болып қарауға да мүмкіншілік бар. Ал енді тамақтан тұрып, дастархан басынан бөлініп, әркім өз бөлінмесіне кеткенде, онда смартфон тастап кетті. Өйткені әлгі бір қазір смартфонмен жалғыз қалу бөтен еркекпен бөтен әйелдің жалғыз қалғанынан да қауіпті болды. Мүмкін бөтен еркекпен бөтен әйел жалғыз қалса, мүмкін нәпсілері қаламауы мүмкін, жаман ойға бармауы мүмкін. Ал бірақ әлеуметтік желіде жалғыз қалған адамды ол өзін өзі игере алмайды. Оны егер әлеуметтік желі игере алатын болса, оның қауіптілігі қаншалық болып тұр. Ал енді әлі ақылы толыспаған, мақсаты айқындалмаған, жақсы мен жаманды ажыратпаған жас бала үшін қалай игереміз? Түбегейлі біз әлеуметтік желіден бас тарта алмаймыз. Ол біздің мұздатқышымыздағы тамақ, дастарханымыздағы ас ауқат секілді өмірімізге дендеп кірді. Организміміздің ішінде тіптен біздің көзіміз, бүйрегіміз, жаңағы қуаныш сыйлайтын гормондарымызға дейін әсерін жасап тұр. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.